Так, жігіттер, бүгін мен машинаға келгенде мына өзімен өзі істемей қалды, қабылдамай қалды. Қай кнопканы бассам да қабылдамайды. Сосын мен алдымда кілтті салдым, зажигание қостым да. Астында овердрайв дейді, или сервисный кнопка дейді біреулер. Ондай кнопкалар қызыл домалар бар ортасында. Сол кнопканы 4 рет басасыздар. Содан кейін зажигание өшірген кезде ол өшу керек, сигнализация полностью. Вот, например, мысалға аштың зажигание, ана кнопканы, астындағы кнопканы 1, 2, 3, 4 рет басасында мынаны сөндіресің. Сол кезде сигнализация өшеді. Сосын енді бізге қайтадан қосу керек қой. Енді мен 2 пульт қосайын деп тұрмын. Мынау біреуі рабочий полностью жұмыс істейтін. Мынау экран істемей қалған, бірақ бұл да істеп тұрған пульт. Мен екеуін бірге қосайын деп тұрмын қазір. Біреуі үйде жатады. Мынаны жоғалтып алсам, или сынып қалса, бірдеңе болса, мынамен ашуға. Екеуін де қосу керек қазір. Екеуін жылдам бәрін тез істеу керек, желательно араларын алшақ болмау керек. Бірақ екеуіне бір батарейка менде. Соны үлгеру керек қазір қосып. Қосу үшін не істейміз? Қазір зажиганиені ашамыз. Содан кейін мына үстіндегі багажник суретімен ортасындағы громкость сурет. Осы 2 кнопканы басамыз. Басып чуть-чуть ұстап тұрамыз да жібереміз. Сол кезде қосылады. Сосын мынаны да солай. Мынаны 1 рет басам, сол кезде машина 1 рет шиқылдайды. Сосын мынаны да 1 рет басқан кезде екінші пульт болғасын 2 рет шиқылдау керек машина. Содан кейін болды, зажиганиені өшіреміз. Сол кезде 2 пульт қосылады. Қазір көреміз, қосып. Зажиганиені аштық. Енді астындағы кнопканы, жаңа айттым, астындағы кнопканы басқан кезде мынау жану керек, мына свет кішкентай. Мынандай свет бәрінде болу керек. Біреуде әр жерде, әр машинада әр жерде тұрады. Басынан осы жерде тұрады ол свет. Енді мен зажиганиені ашып қойдым, астындағы кнопканы басам, сол кезде жану керек. Енді бастым, қазір жанбай тұр. Жанбай тұрса, мынаны қайттан АЦЦ-ға қойымыз, сосын қайттан қосамыз да қайттан көреміз жанғанша. Жанса ұстап тұрамыз. Тағы да жанған жоқ. Тағы да көреміз. Жанды ұстап тұру керек. Сол кезде машина 4 рет шиқылдайды. 4 рет шиқылдағанда жібереміз кнопканы. Енді мынаны тез істеу керек. Так, біреу қосылды. Екіншісі қосылды. Енді сөндіреміз. Қазір өзі шиқылдау керек. 5 рет моргать етті ма? Енді сөндіре береміз. Енді пульттарды тексерейік. Істеп тұр. Істеп тұр. Қазір екіншісін тексереміз. Мынада істеп тұр. Есік ашылады, жабылады. Оны есікті мен жапқан жоқпын. Екеуі де істеп тұр. Солай істейміз. Мен мынаған салам. Қосылды. Есік ашық тұр, просто соған шиқылдап отыр. Болды. Бәріңізге сәттілік. Осыған қарап істей беріңіздер. Лайк басып қойыңыздар.